Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді десерт жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі тағамдардың рецептілері бар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. 33% салқын сливкемізге сахарный пудрамызды салып, қоюланғанша миксерлеп аламыз. Біздің креміміз осындай қою болу керек. Менде бұл дүкеннің рулеті. Рулеттерімізді жіңішкелеп кесіп аламыз. Банандарымызды да жіңішкелеп кесіп аламыз. Десертімізді жинақтайтын боламыз. Форма үшін мен осындай пиала пайдаландым. Пиаланың ішіне пищевой пленкамызды төсеп, оның ішіне видеода көрсетілгендей етіп, рулеттерімізді салып шығамыз. Барлығын осылай етіп жасап аламыз. Ішіне кремімізді салып шығамыз. Оның үстіне арахис пен миндалды салып шықтым. Сіздер өздеріңіздің қалаған жаңғақтарыңызды салсаңыздар болады. Десерттің құрамын видеоның астында описание бөлімінде қалдыратын боламын. Банандарымызды салып аламыз да, оның үстіне кремімізді тағы да салып шығамыз. Барлығын салып алғаннан кейін рулеттерімізді осылай бетіне салып шығамыз да, пищевой пленкамызды бетіне ораймыз. Холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Сол кезде біздің рулеттерімізге кремдеріміз сіңіп, өте жұмсақ болып шығады. Шоколадымызды ертіп алатын боламыз. Мінекей біздің 1 сағат уақытымыз өтті. Десертіміз дайын. Осылай үстіне шоколадты ертіп құйып алатын боламыз. Мен 4 штугін жасаған болатынмын. Балаларым өте дәмді деп шыдамай жеп алды. Осылай үстіне сеуіп шықтым. Сіздер өздеріңіздің қалағандарыңыз сепсеңіздер болады. Біздің десертіміз шай ішуге дайын. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Салима.